Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте нәзік және де дәмді болып шығатын балалық шақтың дәмі творожный запеканка жасайтын боламыз. Мен бұл тәттіні бұрын соңды неге жасап көрмегенмін деп өзіме сұрақ қойдым. Өйткені бұл өте дәмді және де ауызда еритін, ерекше дәмді болып шығатын тәттілердің бірі. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Рецептісін сіздермен бөлісетін боламын. Өте дәмді және де ауызда еритін тәттінің бірі. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 500 грамм 5 және де 9% творогымызды қолданамыз. Артынша 2 дана жұмыртқа және де 4 ас қасықпен қантымызды саламыз. Және де 3 ас қасықпен 20%-дан жоғары қаймағымызды да қолданамыз. Бұл жерде барлығын біркелкі етіп салып болғаннан соң барлығын жақсылап араластырамыз. Менде осылай 4 ас қасық манный крупа қостым. Бұл қосу міндетті, сол себепті манный кашаға арналған осындай манный крупамызды қосатын боламыз. Дәміне қарай 1 чай қасықпен ванилин қосып жібереміз. Бұл тәтті өте дәмді болып шығады, үлкеннен кішіге дейін жақсы көретін тәттілердің бірі. Сол себепті сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлығын салып болғаннан соң артынша блендердің көмегімен барлығы біркелкі масса болғанша араластырамыз. Осылай менде біркелкі болды. Біркелкі болғаннан соң алдын ала жарты сағат алдын пешімізді қосып қоятын боламыз. Осылай массамызды барлығын біркелкі етіп, блендердің көмегімен араластыруымыз қажет. Онсыз болмайды. Блендерді қолданғаннан соң біздегі творожный запеканкамыз биік және де жұп-жұмсақ болып шығады. Сол себепті міндетті түрде покружный блендерді қолдансаңыздар болады. Келесі бізде өзімізге кез келген ұнаған формамызға осылай сармайымызды жағып алатын боламын. Жағып болғаннан соң үстіне құйып 180 градуста қызып тұрған пешімізде 30-35 минутқа салып, беті қызарғанша пісіріп аламын. Міне біздің балалық шақтың дәмі, яғни творожный запеканкамыз дайын болды. Піскеннен соң 30-35 минутқа немесе ұзағы 1 сағатқа бөлме температурасында суытып аламыз. Суытып алғаннан соң өзімізге кез келген формаға кесіп дастарханымызға ұсынамыз. Реңі де өте әдемі қызарып, күн сәулесіндей әдемі болып шықты. Сіздерге де кеңес беремін, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан сіздерді ғашық қылатын, дәмді болып шығатын творожный запеканканы жасап жанұяңызды қуантыңыз. Достар, егер де сіздерге рецепт пайдалы болса, ұнаса, астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен бұл тәттіні аптасына 2 рет жасап тұрамын. Өте дәмді, үйдегілердің барлығына қатты ұнады. Видеода көрсетілгендей өте нәзік және де көтеріліп шығатын дәмді болып шығады. Үлкеннен кішіге дейін сүйіп жейтін тәттілердің бірі. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Сонымен қатар менің каналымнан көптеген рецепттерді таба аласыздар. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін астында тұрған подписаться кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова. Ас болсын!